Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздерге өте дәмді әрі әдемі болып шығатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызға 200 грамм сүт, 200 грамм су, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және ұн қажет болады. Алдымен бөлме температурасында сүтімізді таза ыдысымызға құямыз. Сосын суымызды құямыз. Үстінен жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Оның үстінен тұзымызды салып, кішкене ертіп аламыз. Тұзымыз ергенше қозғаймыз. Осылай иілегішпен иілеп, осылай ұнымызды салып, қамырымызды иілейміз. Барынша жақсы қатты да жұмсақта емес, жақсылап иленген қамырымызды өз ыдысына салып 10 минутқа тұндырып қоямыз, қақпақшасын жауып. Дайын болған қамырды осылай ұзынша етіп қоямыз. Сосын оны 6 бөлікке бөлеміз. Ортасынан бөліп алсаңыздар, осылай теңдей бөлінетін болады 6 бөлшекке. Біздің бүгінгі жасайтын самсамыз өте әдемі болып шығады, яғни 6 қабатты қатпарлы самса болады. Міне 6 зуала шықты. Осылай дөңгелекшелеп зуалап, майлықпен жауып, 5 минут 10 минутқа қалдырасыздар. Енді салмамызды дайындаймыз. Мен бүгінгі етке жылқы еті мен сиыр етін қолдандым фаршқа. Пиязды осылай 4 бұрыштап турап, өз қалауымша тұз бен майда қара бұрышымды қостым. Міне салмамыз дайын. Енді міне бірінші зуаланы жайып бастадым. Барынша жұқалап жайсаңыз әдемі болады. Мен арасына пампушка маргарин қолдандым, ертіп жатқанда астында суы, үстінде маргарині шығады. Сіз үстінде маргарин таза ыдысқа құйып алып, суытып, осылай жақсаңыз болады. Пампушка маргарині самсаға өте жақсы болып шығады. Міне екінші зуаламызды жайлып болды. Осылай 6 зуаланды жайып, арасына майын жаға отырып, бір-бірінің үстіне жайғастырып, міне қарап тұрсаңыз, мына жерде 6 зуаланы біріктіріп, бұрап, осылай барлық ауасын шығарып, бұрап жатырмыз. Өз қалауыңызша осылай қамырды бүктеп, 15-20 минутқа морозилькаға жібересіз. Морозилькадан шыққан тоңып тұрған, яғни қамырымызды осылай қатты жұқада, қалыңда емес қылып турап аламыз да, қалған бөлігін морозилькаға қайта жіберсеңіз болады. Ешқандай оқтаудың көмегінсіз өз қолыңызбен жая отырып, өз қолыңызбен осылай салмасын салып түйе бересіз. Самсаның бетіне өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Жұмыртқаны жақсаңыз да, жақпасаңыз да болады. Өйткені самсамыз қып-қызыл болып піседі. Мен сіздерге бір кеңесімді айта кетейін. Самсаны жайып жатқанда ешқандай ұн қолданбағаныңыз дұрыс. Өйткені арасына жаққан ұнды, майды ұн өзіне сіңіріп алуы мүмкін. Осылай мұздатқышта мұздатып, яғни қамырды тоңдырып жайсаңыздар, ешқандай ұнды талап етпейді. Самсаңыз құрғақ болмай әдемі болып шығатын болады. Дайын болып түйіліп болған самсамызды 150-180 градуста ысып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне біздің самсамыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қонақтарыңызға ұсынуға сіздерге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Алғысым шексіз. Сіздермен болған Мақпал.